Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай 2 жұмыртқадан дайын болатын керемет пирог дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге 2 жұмыртқа қажет болады. 100 грамм қант салып, дұрыстап араластырып аламыз. Достар, мен тұрақты түрде аптасына 3 рет жаңа видео шығарамын. Сіздер соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаның кісесін баса кетіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Араластырып болғаннан соң 100 грамм айран құямыз. Оны да дұрыстап араластырып аламыз. Егер дәл осы рецепт бойынша жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Сосын 100 граммдай сұйық май құямыз. Оны да дұрыстап араластырып аламыз. Сосын ас содасына аз ғана уксус құйып, соданы өлтіріп аламыз. Сосын салып, дұрыстап араластырып аламыз. Екі ас қасық какао саламыз. Жүз грамм ұн салып, барлығын әдемілеп араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды табамызға салып, 180 градусқа 30 минут пісіріп аламыз. Дайын болды міне қамырымыз. Табамызды майлап, қызып тұрған табаға 30 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз пісіп шыққанға дейін біз кремін дайындап аламыз. Бізге сметана қажет болады. 4 ас қасық сметана саламыз. Сгущенка саламыз. Қарасыны. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтау болады креміміз. Сосын піскен пирогымызды ортасынан бөліп алып, кремімізді жағып шығамыз. Міне мен домалақ етіп кесіп алдым. Оны сіздерге көрсеткен жоқпын, өйткені кесіп дайындап алдым. Шетіндегілерін бәріні майдалап алдым сосын. Барлық жеріне бір тегіс жағып шығамыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай, әрі жылдам дайын болады. Бар жоғы 2 жұмыртқа қажет болады. Барын бір текке жағып болғаннан соң, жаңағы пирогымызды шетін кесіп алғанды мен ұнтақтап алдым. Сосын үстіне дәл осылай шашып шығамыз. Шаймен ішкенде өте керемет пирог. Сіздер жасап көріңіздер. Сіздерге үлкен рахмет. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін қарап, маған қолдау білдіргендеріңізге барлықтарыңызға үлкен рахмет. Ас болсын. Міне дастарханымызға тартып беруге болады. Дайын болды. Өте әдемі, дәмді болды деп ойлаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.